Сәлем озат оқушым. Бүгін бізде 48-ші сабақ, 40-шы жаттығудан 43-ші жаттығуға дейін орындаймыз. 40-шы жаттығу өлеңді тыңда. 7 жасар баласын 70-те шал жетектеп, қайда әлгі мектеп деп 70 келеді сүрініп, 7 келеді жүгіріп. Балам, балам, жақсы бол, міне сенің мектебің. Сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім. Деп 71 күрсінді, 7 нені түсінді. Авторы Қасым Аманжолов екен, иә? Енді осы 70-тегі ата неге күрсінді деп ойлайсың? Оны неге күрсінгенін бала түсінді ме? Өз ойыңмен бөліс дейді. 70-тегі ата немересінің болашағын ойлап күрсінді, иә? Жақсы бол, сабағыңа зейін сал, ақылды бол деді атасы немересіне. Бала атасының ақыл сөзін тыңдап, мектепке білім алуға талпынған екен, иә? Түсінді деп ойлаймын. Қара мен жазылған сөздердің түбірін тап, түбір жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндір дейді. Мектебің, мектеп, иә, түбірі, сабағың, сабақ, тентегім дегенде тентек. Қатаң п, к дыбысынан соң дауысты дыбысы келген соң п, к дыбыстары ұяң б, г, ғ дыбысына өзгерді, иә. Бұл жерде 41-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз дейді. Халық, халқы, ерік, еркі, құлып, құлпы, орын, орны, бөрік, бөркі. Сөздерді салыстыр, түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата, сөздердің жазылуын есте сақта дейді. Яғни түбір сөздің жазылуын өзгерткен дыбыстары жалғанғандықтан түбір сөз өзгеріп тұр, иә? Яғни түбір сөздегі дыбыстары түсіп қалды. Мысалы, халық дегенге дыбысын жалғасақ, халқы болады. Халқы деп, халық дегендегі дыбысы түсіп қалады. Ерік дегенде еркі деп жазылады, иә? Дыбысы ортасындағы түсіп қалады екен. 42-ші жаттығу тізбектің басында тұратын сөзді тап дейді. Жағу, жағады, жағып, яғни ең бірінші жақ деген сөз тұрады, иә? Түбір сөз тік, тігу, тігеді, тігіп. Тақ, тағу, тағады, тағып. Енді осы түбір сөздерді қатыстырып сөйлем құрамыз керек екен. Қазанның астына от жақ. Киімдерді тігін инесімен қауіпсіздік ережесін сақтай отырып тік. Айжан, шашыңа ақ бантик тақ. Мінекей осылай жақ, тік және тақ деген түбір сөздерден біз сөйлем құрастырып жаздық, иә? Келесі 43-ші жаттығу сөйлемдерді мәтін шығатындай ретпен жаз деді. Яғни осы сөйлемдерді мәтін шығатындай былай жазамыз. Уақыт тоқтамай сырғиды. Одан қалып қоюға болмайды. Сондықтан бүгін істейтін істі ертеңге қалдырма. Жазған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт. Уақыт құнды, уақытыңды бағала деп неліктен айтатынын топта талқыла дейді. Яғни біз уақыт құнды, уақытыңды бағала, уақыт тоқтамай сырғиды дегенге өз ойымызды айтып көрейік, иә? Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені деген тамаша сөз бар, иә, қазақ елімізде. Біздер уақытты басқара алмаймыз. Біздер бар уақытымызды тек жоспарлай аламыз. Бос өткізбей, жақсылыққа, білімге, жарқын болашаққа талпынып, уақытымызды пайдалы өткізуге әрекеттену керекпіз. Уақытты сатып ала алмаймыз. Кері қайтару мүмкін емес. Әр уақыт бізге берілген үлкен нығмет, тамаша сый. Уақытты бағалай білейік. Ол тоқтаусыз өте береді. Өткен уақыт ешқашан қайтып келмейді. Сол себепті бар уақытымыздың қадірін біліп, пайдалы өткізуге талпынайық, иә балалар? Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркелуді ұмытпа. Уақыттың қадірін біліп, бос өткізбей, дұрыс пайдаланайық, иә, бар уақытымызды. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.